Қайырлы күн достар, бүгінгі видеомызда біз осындай сыпыраның түрін тігіп үйренеміз. Бұл сыпыра кітапша секілді болып тігіледі. Мен осы материалды таңдадым. Бұл материалдың аты дак деп айтылады. Бұл материалдың ені 1,80 болады. Мен міне 90 сантиметрді өлшеп қырқып аламын. Және екінші тағы да 90 сантиметрді өлшеп, оны да дәл осылай қырқып шығатын боламын. Қонақ шақырғанда көп қамыр жаятын болсаңыздар, ешқандай өкінбейсіз. Бұл көп орын алмайды және ХБ материал іздеп, болмаса газет, журнал төсеп, ешқандай қиналмайсыз. Міне ең оңай, ең жақсы тәсіл деп ойлаймын. Міне мен екеуінде қырқып болдым. Енді жан-жағындағы тігістерін тігіп шығамын. Сыпырамыз 90-да 90 болып шықты. Мен екі жағындағы кройларын тікпеймін. Міне тек қана қырқылған жақтарын ғана тігіп шығатын боламын. Осылай қайырып тігіп шығыңыз. Мен келесі видеомда осы сыпыраға сәйкес алжапқыш тігуді үйрететін боламын. Алжапқышты тігіп, өзіңізге сыпырамен қоса сыйлыққа ұсынсаңыз да, болмаса жақындарыңызға, туысқан жеңгелеріңізге, әпшелеріңізге өз қолыңызбен тігіп берсеңіздер де болады. Ең тиімдісі бұл кішкене азғантай жерді ғана алып тұрады. Сосын көп шығын кетірмейді және материалы өте жақсы. Қыздар, ешқандай өкінбейсіздер. Бұл дак материалы денесіне ылғал тартпайды және өңін бермейді. Жуған кезде де ешқандай бояу шығып, әбіржіп, ол түтігіп кетпейді. Сондай жақсы материалдан таңдап тіккеніңіз дұрыс. Енді міне материалымыздың жан-жағын бәрін тігіп болдым. Мен мына матаның дәл ортасында бір сызығы болады, міне қайырылған сызығы. Осыны тауып алып, міне екі шетін бәрін міне белгілеп, сол бойынша бір тігіс жүргізіп шығамын. Міне қазір мен 3, міне мен 4 листі болды. Міне енді дәл ортасын тағы да бір тігіс жүргізіп шығамын. Бір закрепка жіберіп алыңыз. Енді осы бойынша сызықтың бойымен бір тігіс жүргізіп шығамыз. Егер де сіздерге видео түсініксіз болса, комментарияға жазып кетіңіздер. Мен сіздерге түсінікті қылып, тағы да мастер-класстар шығаратын боламын. Міне біздің тігісіміз міне тігіліп болды. Енді столдың үстіне жайып, міне көрсетейін. Осылай қамырымызды, жаймамызды жайып, міне келесі бетіне осылай әрбір бетіне жайып, жайған сайын материалды бетімен жауып қоямыз. Сол кезде қамырымыз ешқандай кеуіп, ешқандай қаязу болмайды. Сіздермен болған меруерт. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.